Қоштасу хұтпасы. Арафат тауында Аллахтың атымен сөз бастаған Аллах Расулы 120 мыңға жуық сахабаның алдында төмендегі хұтпасын оқыды. Қоштасу хұтпасы деген атпен ислам тарихына енген пайғамбар лебізі барша мұсылмандарға, күллі адамзатқа мәңгі өшпейтін өмір өлшемі секілді. Ей, адамдар! Айтқаныма зер салыңдар. Бәлкім биылдан соң сендермен бұл жерде қайтара жүздеспейтін шығармын. Халайық! Бүгінгі күн, осы ай, мына қала, Мекке, қаншалықты қасиетті болса, мал жандарың, ар намыстарың да соншалық қасиетті, зорлық атаулыдан қорғалған. Уа, асхабым! Раббыларыңмен қауышатындықтарың хақ. Және осы дүниедегі бүкіл амал әрекеттерің үшін жауап беретіндеріңді де біліңдер. Мен орталарыңнан кеткеннен кейін баяғы бітпейтін ұрыс-керіске, дау-дамайға қайта бой алдырып, бір-біріңнің қандарыңды жүктеуші болмаңдар. Осы өсиетімді естігендер естімегендерге жеткізсін. Бәлкім, естімеген адам бұл жерде менің осы сөздеріме куә болып естіген адамнан да жақсы түсініп, жадында сақтауы мүмкін. Уа, асхабым! Қолдарыңда әлдебіреудің аманаты болса, қылдай қиянат жасамай, басы бүтін иесіне табыстасын. Пайыздың өсімнің барлық түріне тыйым салынды. Тек нақты қарызды қайтарған жағдайда басқаға зұлымдың жасамайсыңдар. Әрі өздеріңде зұлымдың көрмейсіңдер. Аллахтың әмірімен бұдан былай өсіммен пайда табуға тыйым салынды. Надандың жайлаған қараңғы кезеңнен қалған бұл әдет мұнан былай жойылуға тиіс. Алғашқы болып өзімнің көкем Аббастың өсімінің жойылғанын айтпақпын. Уа, халқым! Қараңғылық кезеңінен қалған қан дауына да осы жерде нүкте қойылды. Бірінші болып атам Әбдімүттәліптің немересі, немере ағайыным Рәбияның қан дауын жойдым. Уа, жарандар! Бүгін шайтан сендердің осы жерлерін қайтадан әсер ету және өзіне бағындыру күшінен мәңгілікке айырылды. Бірақ менің тыйған нәрселерімнен тыс өздеріңнің болмашы деп санаған нәрселерінде оған ерсеңдер, бұның өзі оны қуантады. Діндеріңді қорғау үшін бұлардан да сақ болыңдар. Уа, адамдар! Әйелдердің ақысын аяқ асты етпеңдер. Аллахтан қорқыңдар. Әйелдеріңді Аллахтың аманаты ретінде әрі нәзік жаратылысы иесінің ар намысын қорғауға Аллах атымен сөз беріп, адал жар ретінде алдыңдар. Сендер әйелдерің алдында, әйелдеріңнің де сендердің алдарыңда хақысы бар. Сендер одан жар төсегін былғамауды талап етуге құқылысыңдар. Сендердің қаламаған адамдарыңды үйлеріңе кіргізсе, әйелдеріңді шектен шықпай жөнге сала аласыңдар. Әйелдің ақысын өтеуге міндеттісіңдер. Яғни олардың ішіп-жемін, киім-кешегін қамтамасыз ету сендердің міндеттерің. Уа, мұсылмандар! Сендерге киелі аманат тастап барамын. Соны толық ұстансаңдар, ешқашан адаспайсыңдар. Ол аманат Аллахтың кітабы Құран. Уа, мұсылмандар! Сөзіме құлақ қойып зерделеңдер. Мұсылманға бауыр. Олай болса барлық мұсылмандар бір-бірінің діндес бауырлары. Діндес бауырларыңның разы болмаған жағдайда ақысын жемеңдер. Уа, асхабым! Тіпті өздеріңе де зұлымдық жасамаңдар. Оның да сұрауы болады. Уа, адамдар! Аллах жалғыз. Бәріміз адам атаның ұрпағымыз, ал адам топырақтан жаратылған. Аллах назарында құрметке лайық жан. Одан ең көп қорқатын адам. Арабтың араб емеске үстемдігі жоқ. Адамдар бір-бірінен тақуа дәрежесіне қарай үстем бола алады. Уа, жамағат! Мен туралы сауалға жауаптарың не болмақ? Барша жиналғандар бір ауыздан, сен Аллахтың елшісің. Бізге өсиет насихат айттың. Міндетіңді адал атқарғандығына куәміз, деді. Пайғамбарымыз оң қолының мүбәрәк сұқ саусағымен жамағатын нұсқап, куә бол. Уа, Раббым! Куә бол. Уа, Раббым!
Kua бол. Уа, Раббым, деді